Мен Сил Асылжан, Сарыарқа жалпы орта мектебінің 6 сынып оқушымын. Мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың тілектеске өлеңін мәнерлеп оқып беремін. Ей бауырым, көтерсеңші басыңды. Алатаудың асқарына күннің нұры шашылды. Қыз тіршілігіне дағы мойныңа асылды. Асылды да саусағымен сипағандай шашыңды. Көтер басты, тұр орныңнан, терезеге қарашы. Неткен тұнық, неткен қымбат жер мен көктің арасы. Неткен жақын бұл ғаламда адамзаттың баласы. Бауырым-ау, жиі күшіңді терезеге қарашы. Жата бермей ауыр детке бас ұрып. Әне біреу бара жатыр жұмысына асығып. Автобустан қалып қойған және біреу ашынып. Әттең, айналайын, қалтау көңілі басылып. Қарашы әне, аңдап басып барады етіп қарт адам. Ажары да, назары да, базары да тарқаған. Қарт адамға қарсы келіп сәлем берсе қартына, ұзын сонар бірдеңкені айтып жатыр қарт оған. Мына жолмен әлі талай уайымсыз өтерсін. Шыға алмай қалған асуыңа аман болсаң кетерсін. Ей бауырым, басыңды бір көтерші. Мынау қызық дүниені қалай қиып кетерсің. Назарларыңызға рахмет.